Өмірдің мәні не, қалай бақытты болам, шаршадым дейді. Өмірдің мәні әрбір адам үшін ол әртүрлі болады. Біреуге мынандай болса, біреуге анандай. Сондықтан сізге сұрақ. Сіз үшін өмірдің мәні неде? Бұрын өмірдің мәні болған беді? Бұрын жүгіріп жұмысқа баратын бедіңіз? Бұрын жүгіріп үйге қайтатын бедіңіз? Онда үйіңізде де, жұмысыңызда да сіз бақытты, қуанышты сезіндіңіз. Онда қазір не болып қалды? Не болып қалды? Оны өзіңіз білесіз. Бәрлік жауап сіздің басыңызда, сіздің ішіңізде. Бірақ енді маманға жүгінсеңіз, соны ұялмай, жасырмай, бәрлігін айтып берсеңіз, онда өмірдің мәні қайтадан жарқырап шығатын шығар. Көрдіңіз бе, біздің табиғатта бүгін күн жауса, ертең күн шығады. Бүгін қар жауса, қыс болса, ертең кеш көктем болады. Көктемнен кейін жаз болады. Сондықтан сіздің де көңіл күйіңізде бүгін қыс болып жатыр ма, боран болып жатыр ма, адасып қалдым, жолды жоғалтып алдым, өмірдің мәнін жоғалтып алдым дейсіз. Сонда өмірдің мәнін жоғалтқан дегеніңіз, онда сіз қазір өлімді ойлап жүрсіз ба? Суицидті ойлап жүрсіз ба? Қашан, қалай бұл өмірмен қоштасамын деген жоспарыңыз бар ма, ойларыңыз бар ма? Сондықтан жақындарыңыз бар ма? Жан сыры айтатын жан құрбыңыз бар ма? Енді психологқа бармасаңыз да, сол жан құрбыңызбен сөйлесіп, сырласып, өзіңізді мына дүниеде алып қалғаныңыз жақсы шығар. Көрдіңіз бе, ол дүниеге ол барам десе де, бармайым десе де, барлық адам барамыз. Әйтеуір күннің бір күні барамыз. Сондықтан неге асығасыз? Мына жерде әлі жейтін неше түрлі қызық нәрселер бар, көретін неше түрлі қызық нәрселер бар. Бірақ әрине сіз қазір өзіңізді жалғыз сезініп жатсыз. Мүмкін сол жалғыздықтан бірінші шығу керек шығар. Суицидқа итермелеп жатқан ойларыңызбен танысып, білісіп, одан ажырасу керек шығар. Сонда ғана бақытты боласыз. Қош келдіңіз. Құрметтім, егер де сен де осындай сұрақтар жаныңды жегідей жеп мазалап жүрген болса, 30 жылдық тәжірибесі бар, дипломы бар психолог маман Анна ханымның Ыстықкөлде өткелі жатқан тренингіне қатысуға шақырамыз. Бұл жерден сен өмірлік сұрақтарыңа жауап алып, жаның жай тауып, жаңа өмір бастап қайтатыныңа сенімім мол. Толық ақпарат профильде.